Барлықтарына сәлем достар, міне көрші қалайсыңдар достар. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен өте керемет видео болмақ. Өйткені менде үшті өте керемет оружие бар. Осы мылтықтар модқа обзор жасаймын. Ал сіздер болсаңыздар бұл видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Келесіде мен мебель модқа обзор жасайтын боламын. Бұл модтың телеграмға салып қоятын боламын. Телеграмның ссылкасы описаниеда. Ал енді біз видеомызға қарай кеттік. Так, біз инвентарымызды ашамыз және кіреміз. Өте керемет мылтықтар. Мұнда бомба, АК, М5 деген сияқтылар бар екен. Так, мына жерде ештеңе жоқ. Так, біз мына АК-ны аламыз. АК 47. Мына жерде пистолет бар. М14, М3, М5. Өте керемет мылтықтар бізде бар. Бірақ та анимациясы жоқ екен, бүйтіп ыстыған кезде нормально, бірақ та болады. По идее маған бұл мод ұнады. Мағаназдар атқан өзі кайф екен. Сары вообще кайф. Мынау вообще кайфлы, қараңыздар. Мынау өртейді. Орманды өртеп жүрмін. Кешір орман. Ладно. Кешірім сұраймын досым, видеоның ортасына бөліп жүргенім үшін. Мен Нұреке деген арнаны білемін. Бұл Нұреке арнасына өте керемет видеолар бар. Яғни айтқанда орман құбыжықтары, өте керемет озвучкалған үңгір адамдары және 100 күн выживать ету. Өте керемет сапалы видеолар. Давайте арнасына кіріп, лайкыңды басып тіркеліп кет. Давайте Накоштың подписчиктері қандай екенін көрсетеміз. Давайте соңғы видеосына тіркеліп, лайк басып, Накоштан келдім деп жазып кетейік. Сіздерге сенемін. Мындай подписаться деген қызыл кнопканы басып, және де осы видеосына тіркеліп, лайк басып, Накоштан келдім деп жазып кетейік. Ал біз видеоға қарай кеттік. Көрдіңіздер ме достар, қараңыздар. Мына мысалға бүйтіп дровашпен осы от қатамын, қараңыздар. Нәм болып кетеді. Вообще кайф қой. Айтына қараңыздар. Вообще кайф екен. Так, мынау АК-47, мынау менде атуға болады. Так, нормально ол шықпайды екен, тек дровашпен шығады сияқты, по идее. Мынау АК-47 алтын. Короче, АК-74. Несі, мынау орманды өртеп жүреді. Вообще кайф, мынау пистик, короче, мынау не? Мынау вообще кайф қой. Жарасын болды, мысалы сиырға бүйтіп атасын, жарасын, все, мынау вообще кайф екен. Не? Дроваш болды. Браттың өлді ғой. Маған ұнады ше. Қалған мылтықтарды көреміз. Яғни МП5. Так, мыналарды алып тастайын. Так, МП5, АК, МП5 сын. Осы МП5 роман не етіп кеттім. Ладно, көрейік. Мынау вообще кайф қой. Маған ұнады достар, мына оружие, мына жүктеп алсаңыздар болады. Вообще кайф. Нақ болды маған. Мынаны шашлик жасауға болады. Кеш шашлик жеген ғой. Мына шашлик жеуге не істеуге болады. Пісіру вообще кайф. Өлді болды. Піскен қойдың еті. Сенде ғой. Вообще кайф. Қазір мен энергия не шығарайыншы, разрушитель шығарайыншы. Вообще мықты шайқас болады сияқты. Бірақ выживание айналмайтын бар. Мына жерге бомба, граната бар екен. Так. Оқтары. Гранатаны лақтырайық. Так, достар, міне мақұл мерге разрешитель шығарайық, және бұл мені атсай, короче. Твартискені атық бар екен, неше өлеткен, неше атқанда. Тоже біршама атып атырмын, өлмейдікен. Так, мынау мен өртеп жіберсем ше. Өртеймін, гранат вообще ақыр лақтыра алмай қойым, мына гранатты ше. МП5-пен пас атайық, мынау өлмейдікен. Ладно, біз достар, короче, немен атық барайықшы. Так, дровашпен атамыз, дровашпен атық барайық. Опа, жақсы, мынау мен атық барайық. Опа, болды, бір өлді болды. Все, шаруасы біттім. Панда, салам алейкум. Мен құшағыма келді, ойнайтым. Ладно, панда, привет, қалайсың, жақсы ма, амансың ба? Достар, енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Онасы лайк басып, арнага жазылыңдар, сендерден обязательно қолдау күтетін боламын. Давайте, достар, сіздермен болған мен Накош. Давайте, тіркеліп лайк басыңдар бұл видеоға.